Қайырлы күн. Сіз нағыз шоколад отанындағы шоколад жасаудың шеберісіз. Ал мынау біздің елдің дәмі, қазақстандық шоколад. Өзіміз өндіреміз. Ауыз тиіп көріңізші. Вау, күшті, өте дәмді. Керемет. Басқаша болғанымен дәмді екеніне сізде шеберден осындай жоғары баға алу біз үшін өте маңызды. Рахмет. Біз сізден бельгиялық шоколадтың әлемдік брендке айналуының, сіздің шағын бизнесіңіздің сырын білгіміз келеді. Құпиянызбен бөлісесіз бе? Әрине, жүріңіз, барлығын көрсетіп берем. Достар, дүние жүзі тамсанып тұтынатын бельгиялық шоколад отаны мен бүкіл әлем бойынша Антверпен алтылығы сән орталығынан қызықты репортаж жасаймыз. Шағын бизнес. Антверпен, Бельгия. Еуроодақ бизнестің алтын ордасы. Бірыңғай нарық бизнес өкілдеріне өз өнімдерін немесе қызметтерін 500 миллионнан астам тұтынушыға ұсынуға мүмкіндік береді. Тауарлар, адамдар, капитал мемлекеттер арасында еркін қозғалады. Сондықтан бизнесті дамытуға еш шектеу, кедергі жоқ. Жыл сайын жалпы ішкі өнімнің 25% тауарлардың еркін айналымынан келеді. Ал шоколад Бельгияның төлқұжаты. Кішкенде ғана патшалықтағы кірістің басым бөлігі осы тәтті алтыннан түседі. Азық-түлік индустриясының 10%-ні шоколад өндірісі құрайды. Мұнда ірі өндірушілерден бөлек шоколад пен пралине жасайтын шағын фабрикасы бар кәсіпкерлер көп. Солардың бірі 29 жастағы шоколадтие Ицк. Бізде мектепте 9-12 сыныпта оқып жүргенде, оқушы белгілі бір мамандық таңдап, соның оқуын жалғастыра алады. Мен аспаз немесе наубайшы болам деп оқыдым. Бірақ шоколадқа түрлі ингредиенттер қосып, эксперимент жасаған ұнайтын. Сөйтіп, шоколадтие болуға бел будым. Атанам барынша қолдады. Рас, бір кесек шоколад жасау үшін қажырлы еңбек пен креатив керек. Әйтсе де, ол ақталады. Өйткені шоколад жеген адамның мұңайғанын көрмеппін. Ендеше менің ісім адамдардың жақсы көңіл күйде болуына әсер етеді. Ал Фабиен Делвиннің кәсібі қыз-келіншектердің сәнді, сұлу болып жүруіне септігін тигізеді. Фабиен 30 жылдан бері ерекше әдемі бас киім тігумен айналысады. Әйел мен сұлулық ажырамас ұғым, ал шляпа киген әйел теңдессіз сұлу дейді ол. Әжем сән қой адам болған. Мен де сол кісі сияқтымын. Әр түрлі кештерге, жиындарға сәнді киініп барғанды қош көремін. Бірақ ұнайтын, жарасатын шляпа іздеп таппадым. Сосын өзім тігіп көруге бел будым. Сөйтіп оны қонаққа киіп бардым. Бәрі таңғалды, қызықты. Менің негізгі мамандығым маркетолог. Модельердің оқуын арнайы оқыған жоқпын. Шляпа тігуге қызыққаным соншалық, әрдайым журналдарды қарап, мықты шеберлермен кездестім. Ұстазым болса деп армандадым. Бірақ таппадым. Өйткені мен ұнатқан ұстазбен арамызда сабақтастық жоқ еді. Біздер екі заманның ұрпағы болып шықтық. Әйтсе де, мойыған жоқпын. Бойымдағы тігіншілік, дизайнерлік дарынды дер кезінде байқадым. Өзімді жетілдіріп, шыңдай түстім. Әлі де ізденістемін. Шоколадтие Ицкте үнемі ізденісте жүреді. Ұзақ сақталатын өнім жасау үшін сан алуан технологияны зерттеп, іске асырған. Ол үшін шоколадтың дәмі маңызды. Дәмді түрлендіру мақсатында түрлі тәжірибелер жасаған. Ицк әрқашан ең үздік ингредиенттерді пайдаланады. Бренд өзін бәсекелестерінен ерекшелендіреді. Ол үшін сан емес, сапа маңызды. Ицк шоколады қолөнер мен өнімге деген сүйіспеншіліктің нәтижесі. Кейбір ингредиенттер бір-бірімен жақсы үйлеседі. Сол әдемі үйлесімнің дәмін татып көру керек. Мысалы, лимон қосылған шоколадты алайық. Тұтынушы басында таңырқағанмен, ауыз тиген соң, мұндай үйлесімділікке тіпті тамсанады. Менің ерекшелігім, әрбір ингредиенттің дәмін есімде сақтаймын. Қиялымда оларды біріктіріп көрем. Сөйтіп, қандай өнім жасайтыным анықталады.
Фабиен де кез келген материалдан қалпақтың үлгісін көреді. Тіпті ол кәдімгі шоколадтан үлкен шляпа жасаған. Мен қалпақ жасағанда бәріне маңыз берем. Оның пішіні, материалы, түрі, бәрі мінсіз болуы керек. Ең алғашқы жасаған бас киімім Одри Хепберн киген канатье деген қалпаққа ұқсас болған. Қазір гүл, құс қанаты сияқты неше түрлі пішінде шляпа жасаймын. Жалпы бас киім тігу оңай емес. Көп уақытты, күш қажырды талап етеді. Бельгия – шоколадтың астанасы. Бельгия сән индустриясының орталығы, сондықтан мұнда бұл екі сала бойынша бәсекеге төтеп беру оңай емес. Бастаған бизнесіңді аяққа тұрғызу, бренд қалыптастыру да әркімнің қолынан келе бермейді. Мектепте бизнес бастаудың теориясын оқыдым. Ал іс жүзінде оны жүргізуді ата-анамнан үйрендім. Олар гүл сатумен айналысады. Менің алғашқы фабрикам өзімнің гаражым болды. Құрбыларым несиеге көлік алып жатқанда, мен фабрикаға қажетті машина техника үшін банктен несие алдым. Несиеге қол жеткізу қиын, бірақ студент кезде наубайханада, кондитерлік дүкенде, темірден декорация жасайтын цехте істедім. Қаржы жинадым. Банкке бизнес жоспарымда ақшаны қайтару жолдарын көрсеттім. Жаңа іс бастағанда қаржыны босқа желге шашып алмай, орнымен жұмсау керек. Осы тұста қиналғаным рас. Менің алғашқы шеберханам өз үйім. Бәрін сол жерде тіктім. Грант, субсидия алған жоқпын. Мұнда ең қиыны бизнесті тіркеу. Бірақ мен тез танымал болдым. Сұраныс бірден артты. Өйткені мен шляпалардың сан түрлі үлгісін жасап, оларды салтанатты жиындарға киіп барып жүрдім. Еуроодақ елдерінде бизнесті 3 күн ішінде 100 еуродан төмен бағаға тіркеуге мүмкіндік беретін саясат дамуда. Еуроодақтың шағын бизнес туралы заңы Еуропадағы кәсіпкерлікті жетілдіруді, шағын бизнесті реттеп және саясат ортасын жеңілдетуді, олардың дамуына кедергілерді жоюды қамтамасыз етеді. Сондықтан, алдағы уақытта қағазбастылық азайып, бизнесті құру оңай әрі ауыртпалықсыз болады. Рас, Еуропада акционерлік компанияны тіркеу қиын. Салыққа қатысты мәселені білікті бухгалтерім реттейді. Менің білетінім, Бельгияда тұтынушылар азық-түлікке 6% салық төлейді. Тағы бір мәселе, мейлі әрі, мейлі шағын бизнесте ең қиыны қызметкерлерді таңдау. Олардың әрқайсысының ойлау бағыты әртүрлі. Үйлестіре білуің керек. Компаниямда күні бойы толық жұмыс істейтін 2 қызметкерім, аптасына 1 күн жұмысқа келетін 1 студент, тапсырыс берушілерге өнім таситын, аптасына 2 күн жұмыс істейтін 1 жүргізушім және мен өзім бармын. Басқа елдерден студенттер келіп, 3-6 ай бойы тағылымдамадан өтеді. Соларды қосқанда қосымша 2 студент жұмыс жасайды. Компанияның аты тез танымал болды. Сондықтан студенттер келіп, жұмыс істегенді ұнатады. Менің шеберханамда шикізат материал іздеп тауып беретін арнайы маманым бар. Жалпы жұмыскерлердің саны жұмыстың көлеміне тәуелді. Мен тері, күдері, қымбат барқыт, қауырсын сияқты сан түрлі материалдарды қолданам. Ешқашан үлгілердің пішінін алдын ала сызбаймын. Алдымен тапсырыс беруші таңдаған матаны оның басына салып көрем. Матаның фактурасы, реңі жараса ма, соны анықтап алам. Менің компаниямның басты мақсаты көп ақша табу емес. Егер оны мақсат тұтсам, кез келген адамға қол жетімді, жаппай сатылымға шығатын өнім жасайтын едім. Әрине, сәйкесінше, оның бағасы арзан, сапасы да төмен болар еді. Бірақ мен кәсібімді жан тәніммен сүйем. Сондықтан менің шоколадым бірегей. Марципан, пралинені де өзіміз шығарамыз. Жергілікті фермерлермен, тропикалық жеміс жеткізушілермен бірлестікте жұмыс істейміз. Мен өз ісіме өнер деп қараймын. Ал өнердің құны өлшеуге, шектеуге келмейді. Әрине, менің басты кірісім осы бас киімдер бизнесі. Бірақ менің мақсатым әдемі өнімдер жасау. Менің әр бұйымым қайталанбайтын бірегей. Ешкімнен, еш жерден ондайды таппайсыз. Өткен ғасырда Еуропаның сылқым қыз келіншектері сәнді шляпа іздеп Брюссельге баратын.
Брюссель қалпақтар қаласы титулын бүгінгі таңда кербез дизайнер Фабиен Дельвиннің арқасында қайта қайтарып алды. Қазір Европадағы танымал құрметті патшайымдар мен ханшайымдар да Фабиеннің ательесіне тапсырыс береді. Патша кез келген адаммен жұмыс жасамайды, оны білесіздер. Мен Еуропада 4 патшалық отбасына қызмет көрсетемін. Олар менің брендімді өте жоғары дәрежеде бағалайды, құрметтейді. Ең алғаш рет Паола патшайымға жасадым. Ол көңілінен шығатын шляпа іздеп таппай жүргенде, менің шляпаларымды көріпті. Мынау мен армандаған қалпақтар ғой депті. Ол кезде мен танымал дизайнер Джорджио Арманимен бірге жұмыс істеп жүргенмін. Филипп патшаның таққа отыру рәсімінде патшайым Матильда киген шляпаны 2 күнде жасадым. Ол шляпа патшайымның киіміне, өңіне үйлесуі қажет еді. Сондай-ақ тым үлкен, көзге қатты түсетіндей болмауы тиіс. Осы жағын ойластырдым. Сосын Бельгияның болашаққа ұмтылысын бейнелейтін қос қанатты деталь қолдандым. Фабиен Дельвин брендінің танымалдылығы сонша, ең атақты сән үйлері де онымен бірге жұмыс дегенді абырой санайды. Армани, Шанель, Ив Сен Лоран сияқты сән әлемінің жұлдыздарымен де жұмыс істеймін. Шляпа дизайнын олардың киімдеріне, сәнгердің стиліне бейімдеп жасаймын. Есімдерін жария ете алмайтын аса танымал тұтынушыларым да бар. Маған қарапайым адамдар да емін-еркін тапсырыс беруіне болады. Дизайнер Фабиен Дельвинде 2 түрлі коллекция бар. Біріншісі баршаға қолжетімді, бағасы 250-600 евро аралығында. Екіншісі аса қымбат материалдардан жасалады. Бағасы сәйкесінше 600-1250 евродан жоғары. Look, so beautiful for you. Yes, it's so good. Yes. Бельгияда шоколад мәдени феноменге айналған. Мұнда жаппай халыққа арналған тәттілер де дәстүрлі өнімді жақсы көретіндер үшін арнайы қолдан жасалған өнімдер де бар. Талғамы тым жоғары жандар ең мықты шоколадиелердің авангардтық жауһарларын табалады. Ал біздің кейіпкеріміз Ицктің шоколады элиталық мейрамханалардың сұранысына ие. Менің фабрикам 30 түрлі өнім жасайды. Соның 10-15 түрін үнемі өзгертіп отырамыз. Бұрын әр өніммен бірге шағын жадынама беретінбіз. Онда әрбір дәмнің құрамы түсіндірілген. Бірақ үнемі олай істеу қиын, себебі бір айда 1000 қорап, екінші айда 200 қорап қана шығаруымыз мүмкін. Көбінесе мейрамханалар тапсырыс береді. Қазіргі таңда Мишлен жұлдызына ие 16 мейрамханамен жұмыс істеп жатырмыз. Сондай-ақ деликатес сататын дүкендермен де байланыстамыз. Ондай дүкендерде өніміміз компания брендімен сатылады. Мен үшін өнімнің брендін сақтау өте маңызды. Кофе шығаратын ірі компаниялар кофесінің қасына менің шоколадымды қосып бергісі келеді. Бірақ олар үшін бұл өте қымбатқа түседі. Бельгия сапалы, дәмді шоколадты өндірумен қатар тұтыну бойынша да әлемде алдыңғы орында. Әрбір бельгиялық жылына 7-8 килограмм шоколад жейді. Мұндағы әрбір 2000-шы тұрғын шоколад жасаумен айналысады. Бұл елге жыл сайын келетін 7,5 миллион турист міндетті түрде базарлыққа шоколад сатып алады. Тәтті алтын экспорты жылына 2 миллиард евроны құрайды. Еуропалық бизнестің барлығы дерлік негізінен шағын немесе орта бизнес болып табылады. Әрбір 10 кәсіпкердің ішінде 9-ы микробизнеске жатады. Сол себепті Еуроодақ саясаты осындай бизнестің өркендеуіне көмектесуге бағытталған. Ол кәсіпорынның тіркеу уақыты, экспортқа жәрдемдесу сияқты негізгі мәселелерді анықтап шешеді. Бұл мақсатқа Еуропалық одақ бюджетінен 2,3 миллиард евро бөлінген. Экспорт компаниям үшін өте қызықты жаңа бағыт. Өйткені экспортта өнімің я ұнайды, я ұнамайды. Заңдылығы қатал. Мысалы, Бельгияда шоколад сататын дүкендер өте көп. Шоколадты асқан кірпияздықпен таңдауға болады. Ал экспортта тек шынымен ұнаған өнімді ғана сатып алады. Менің компаниямның ең ірі экспорттаушылары Жапония мен Сингапур. Мысалы, Жапония өте жоғары талап қояды. Олардың көңілінен шығу бір ғанибет. Мәселен, Жапониядағы Валентин күніне арналған шоколадтардың дизайнын, дәмін бір күн бойы ойластырдық. Осы жылы
Жапониядан 2 тонна пралинеге тапсырыс түсті. Бизнесті бастаған 70-80% өнімді дүкендерге, қалған 20%-ін ғана көтерме саудаға жіберуді жоспарлағанмын. Бірақ мен көтерме сауданың тиімдірек екенін түсіндім. Қытайдан да ұсыныс түсіп жатыр. Фабиен Дельвиннің де дизайнерлік бас киімдері Қытай халқын таңғалдырған. Бір конференцияға барғанда ол өз бизнесі туралы айтып берген. Сол сөзі аспан асты елінің ішкі әлеуметтік желілерінде жарияланып, миллиондаған қаралым жинаған. Демеуші табылып қолдау көрсетсе, қазақстандық дизайнерлермен бірлесе жұмыс істеуге әзір екенін айтады шляпа шебері. Қазақстанда әйелдер шляпа киюді әдетке, сәнге айналдырмаған. Мысалы, шетелдерде қыз-келіншектер ат жарыстарына шляпа киіп барады. Қазақстан әйелдері осы тәжірибені қолданса болады. Мен жаңа тың дүниені жақсы көрем. Сондықтан Орта Азиялық сәнгерлермен жұмыс істеуге әзірмін. Қазақстанға да қуана барар едім. Менің компаниямда тәжірибеден өтетіндер арасында қазақстандықтар жоқ. Негізі Англия, Швеция сияқты өте танымал аспаздық оқу орындарының студенттерін ғана қабылдаймын. Бір жыл бойы бір адамды үйретіп, басқа елге жіберіп, компания ашып беріп, бизнесті дәл Бельгиядағыдай жүргізуді үйретіп, компания философиясын сақтауды талап ете аламын. Ицкте Фабиен де саяхаттаудан, гүлдерден, әрімшіктен, көкөністерден, көршісінің дәмді өнімінен шабыт алады. Олар өз ісін сүйеді. Ал адам өз ісін шексіз сүйгенде, адал атқарғанда ғана абырой биігіне шығады. Қоғамнан қолдау табады. Аты 6 құрлыққа танылады. Біз табысты бизнес негізі армандаған кәсіппен айналысуға жол ашатын орта, сондай-ақ өз жұмысына деген шынайылық екенін көрдік. Біздің бүгінгі кейіпкерлеріміз кезінде өз мақсатына жету жолында Еуропаның ұсынған мүмкіндіктерін барынша қолдана білді. Еуроодақ шеңберіндегі мазмұнды саяхатымыз одан әрі жалғасады. Кездескенше.